Қараңғы бөлменің бір бұрышында бүрісіп жылап отырған Бануды ешкім басынан сипап, жылы сөздер айтып жұбатпады. Даңғарадай іші жиһазға толы, керемет үйді жылу жүйесі жылытып тұрғанымен, Банудың жанын жылытатын ешкім жоқ. Кезінде шат күлкі кетпеген бұл бөлмелер үнсіздікке толы. Осыдан 2 ай бұрын Банудың әке-шешесі көрші ауылдағы ағайынның тойына барған еді. Жолда көлік апатына ұшырап, екеуі бірдей көз жұмды. Бану бұл отбасының жалғыз қызы еді. Енді отбасының жалғыз мүшесі болды. Қайғылы қазадан кейін 2 ай өтсе де, Банудың көзі құрғамады. Тым болмаса, жақын тартып араласатын туыстары да жоқ. Бану 11 сыныпты биыл бітіреді.